иісі мұрныңды жаратын, дәмі аузыңда қалатын тауық аяқтарынан шашлык жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге осындай тауық аяқтары, пиязымыз, тұз, дәмдеуіштер және де паприка, майонез және кола керек болады. Ең алдымен тауық аяқтарын орташа мөлшерде қылып турап аламыз, кесіп. Міне мен барлығын турап алдым. Енді шашлығымызды дайындаймыз. Ең алдымен үстіне паприкамызды және шашлықтың дәмдеу үшін дәміне қарай тұзымызды және де пиязымызды салып, үстінен майонезімізді салып, жақсылап, жәймендеп араластырып аламыз, қатты езіп жібермейміз. Және де дәм беретін тұз, міне осы тұзды да қосып жібердім. Енді жаймен араластырып аламыз. Достар, менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге бір сәттік жұмыс алмаған үлкен шабыт сыйлайды. Міне осылай араластырып аламыз. Енді үстінен коламызды құятын боламыз. Менде 7 кило тауық аяғы. Егер сіздерде мөлшері аз болса, дәмдеуіштерінің де мөлшеріне қарай қосасыздар. Енді үстін осылай басып қоямыз. Кемінде 5-6 сағат тұрса, дәмі өте керемет болып шығады. Міне менде уже арада 5-6 сағат уақыт өтті. Енді шашлықтарымызды дайындай бастаймыз. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға жасасаңыздар. Егер сіздер отта, шоқта пісіргілеріңіз келмесе, онда дәл осылай дайындап, үйде печкаңызға салып, 200 немесе 150 градусқа қойып, пісіріп алсаңыздар да болады. Ол кезде де өте дәмді болып шығады. Міне менің шоғым дайын болды. Енді шашлықтарымызды қойып шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Маған бұл жерде қайныларым көмектесіп, жанымнан әрлі-берлі өтіп жүр. Оған мән бермеңіздер. Міне достар, дайын болып қалды. Астарыңыз дәмді болсын.